Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз зімбірдің адам организміне пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі таңда көп ауруларды емдеуде зімбір тамырының кеңінен қолданылатын бәрі біле бермейді. Бұл өсімдік ежелгі Қытай мен Үндістан заманынан бері белгілі. Аталған өңірдің тұрғындары зімбірді тек тамақ дайындауда қолданылатын дәмдеуіш ретінде ғана емес, сонымен қатар аурулармен күресуде де тиімді құрал ретінде қолдануға болатындығын алғаш болып анықтаған. Өйткені зімбір тамырының емдік қасиеттері таблетка мен сұйық дәрінің алдында үлкен артықшылыққа ие. Зімбір тамырының пайдалы қасиеттері. Зімбір тамырының пайдалы қасиеттері осы өсімдіктің құрамындағы дәрумендер мен қоректік заттарда жатыр. Зімбір тамырында кальций, алюминий, хром, темір, магний, никотин қышқылы, фосфор, кремний, калий, С витамині бар. Ал құрамында осындай пайдалы элементтер бар зімбір әртүрлі аурулармен күресуде таптырмайтын емдік құрал болып табылады. Сонымен, зімбір тамыры дегеніміз не? Ол несімен пайдалы және неліктен әйелдер арасында үлкен танымалдыққа ие? Тіпті дәрігерлер өзі зімбір тамырын медицина тәжірибесінде қолданылады. Бұл оның шын мәнінде сиқырлы қасиеттер мен мүмкіндіктерге ие екенін және ағзаға үлкен пайда әкелетінін дәлелдейді. Мәселен, зімбір тамырын жөтел кезінде қолдану өте тиімді. Зімбір жоғары қақырық түсіргіш әсерге ие болғандықтан тамақтағы ауырсынуды жеңілдете алады. Сондай-ақ суық тию мен тұмауда да зімбір тамыры таптырмайтын құрал. Ол дене температурасын төмендетіп жылытады және сергектікті көтеріп күш-қуат береді. Зімбір тамыры иммунитетке пайдалы және оны көтеру үшін қызмет етеді. Ал бұл өткір респираторлы аурулар кезінде өте маңызды болмақ. Зімбір тамыры ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Оны тұрақты қолдану ас қорыту процесін ынталандырып, асқазан сөлін қалыптастырады. Ал бұл бірінші кезекте ас қорытудан, кекіруден немесе ішке шыққан жаралардан зардап шегетіндер үшін аса маңызды болып табылады. Достар, осы айдың аяғына дейін каналды 1000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің кішкентай ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Зімбір тамырының салмақ тастаудағы пайдасы. Зімбір тамыры артық салмақтан арылуда белсенді қолданылады. Енді сізге ағзаңызға зиян келтіретін диеталарға отырудың қажеті жоқ. Мұндайда зімбір тамыры пайдалы болмақ. Себебі зімбір ағзаның зат алмасуын тездетеді. Ал соның арқасында сіз ешқандай ауыртпалықсыз және диетасыз артық салмақтан арыла аласыз. Зімбір тамыры сондай-ақ жүктілік кезінде де пайдалы. Бұл өсімдік токсикоз, бас айналу, балаға зиян келтіретін химиялық заттар немесе биологиялық қоспаларсыз күш жоғалту секілді барлық жағымсыз симптомдарды төмендетуге қабілетті. Алайда, бұл жағдайда мұқият болу керек, өйткені зімбір тамыры қарсы көрсеткіштерге ие. Сондықтан оны жүктіліктің соңғы айларында немесе баланы емізу кезінде пайдалануға болмайды. Зімбірдің дәмі жағымды және оның құрамында зиянды қоспалар болмағандықтан зімбір тамырымен емдеу тиімді ғана емес, сонымен қатар жағымды болады. Оны балға, лимон немесе қантқа қосып та тұтынуға болады. Қажет болса, одан тәттілер тосап немесе кәмпит дайындасаңыз болады. Зімбір тамыры емдік құрал болғандықтан оның құрамында әртүрлі витаминдер мен амино қышқылдар бар. Бірақ нақты бір ауруды емдеуде бұл өсімдік пайдалану кезінде ескерілуі керек қарсы көрсеткіштері де болады. Зімбірді емдік мақсаттарда қолдану. Тамақ дайындау кезінде бағаланатын қасиеттерінен бөлек, зімбір басқа салаларда да бағалы. Зімбір тамырын қолдану өте маңызды. Оны тіпті дәрігерлердің өзі әртүрлі ауруларды емдеуде ұсынады. Зімбірдің ауырсынуды басатын, антибактериалды және емдік әсері бар екені белгілі. Бұл өсімдік иммундық жүйені керемет нығайтады және тітіркенуді басады. Оны тамаққа жүйелі түрде қолданған кезде асқазан сөлін қалыптастырады және ас қорытуды ынталандыра отырып, ас қорыту жүйесіндегі қиындықтардан арыла аласыз. Бұл өсімдік тамыры суық тию мен тұмау кезінде өте тиімді көмектеседі. Онымен тамақ ауруын, жөтелді емдеп, дене қызуын түсіруге болады.
Ол денені іштей жылытып, ағзаға бойды билеген инфекцияға қарсы күресуге көмектеседі. Зімбір әйелдерге әсіресе зат алмасуды жақсарту арқылы салмақ тастағысы келетіндерге өте пайдалы. Сонымен қатар, зімбір тағы бір керемет әсерге ие. Ол құсу, жүрек айнуы, бас айналу секілді жүктіліктің жағымсыз белгілерін жеңілдете алады. Дегенмен, зімбір тамыры кез келген емдік препарат секілді қолдану кезінде қарсы көрсеткіштерге ие болады. Мәселен, бұл жүктіліктің соңғы айларында жүрген әйелдерге немесе бала емізетін аналарға қарсы көрсеткіш көрсетеді. Оны асқазан жарасы және гастрит секілді жіті асқазан ауруларына шалдыққан адамдарға қолдануға болмайды. Сондай-ақ зімбірді жүрек ауруларынан зардап шегетіндерге де қолданудың қажеті жоқ. Оны әсіресе шектелмеген мөлшерде қолданылу мүлдем кері әсерге әкелуі мүмкін. Айта кету керек, кейбір адамдарда зімбірді шамадан тыс қолданған кезде аллергиялық реакция, жүрек айнуы, құсу секілді жанама әсерлер болған. Егер сізде де осындай жағымсыз әсерлер болса, зімбірмен емделуді біраз уақытқа тоқтатып, маманмен кеңесіңіз. Зімбірдің медицинада қолданылуы. Зімбір ерекше қасиеттерінің арқасында ұзақ уақыт бойы медициналық мақсаттарда қолданылып келеді. Оның көмегімен буын мен бұлшық ет ауруларын емдеп, тіпті онкологиялық аурулардың да алдын алуға болады. Дегенмен, зімбір кейбір дәрілермен өзара әрекеттесіп, олардың тиімділігін арттыра алады. Ал тағы басқалармен біріккенде олардың әсерін тоқтатып тастауы мүмкін. Сонымен, зімбір тамыры жүрек, диабетке қарсы препараттардың әсерін арттырады. Бүгінде зімбір тамырын кез келген дүкен мен дәріханалардан сатып алуға болады. Бірақ олар көбінесе құрғақ немесе ұнтақталған түрде сатылуы мүмкін. Ал бұл оның әсерін айтарлықтай төмендетеді. Сондықтан зімбірді емдік мақсатта қолданғысы немесе тамаққа дайындауда қолданғысы келетіндер оны үй жағдайында өсіргені дұрыс болмақ. Ендігі кезекте зімбір мен халықтық рецепттер. Жедел тыныс жолдарының жұқпалы ауруларының алғашқы белгілерінде немесе суықтағанда, жөтелгенде, мұрныңыздан су аққан кезде зімбірдің бір бөлігін шайнауыңыз керек. Егер сіз тамақтан кейін сағыздың орнына зімбірдің бір бөлігін шайнайтын болсаңыз, онда сіз тістеріңізді ұзағырақ сақтайсыз. Келесі рецепт бұл зімбірмен шай. Мұны істеу үшін зімбірді жұқа тілімдерге кесіңіз. Оған су құйыңыз және 15 минут қайнатыңыз. Шай 37 градусқа салқындағаннан кейін бал мен лимон шырынын қосасыз. Әдеттегідей ішіңіз. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Құрметті достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Осы видеоны достарыңызға және туысқандарыңызға таратып, олардың да денінің сау болуына өз үлестеріңізді қосыңыз. Деніңіз сау болсын.